Өлген қыз бала. Кәмет жасқа толған айғақтардың бәрі оқиға орнында. Қазір қылмыстық топ жұмыс жасап жатыр. Опа. Бес. Назға қатысты қандай деректер бар басқа? Көршілердің барлығын сұрастырдық. Ешқандай ақпарат жоқ. Оған қатысты барлық ақпарат мына делода. Марат қызы Жадыра, жасы 19-да. Маған осы қыздың араласқан адамдардың бәрін тергеуге жинаңыз. Нұркен Назарбайұлы, сараптама дайын. Оқиға орнынан табылған пышақтан ешқандай саусақ іздері анықталмады. Қызды танитын адамдардан сұрақ жауап өткіздік. Олардың үшеуін күдікті деп танып отырмыз. Олар қазір тергеу бөлімінде отыр. Қыз неше рет пышақтаған? 12 рет. Қызды пышақтаған оң жақ бүйіріне. Түсінікті. Күдіктілерді анықтаймыз. Қайтыс болған Жадыра Марат қызын соңғы рет көргендердің бірі ол сен екенсің. Сен оған қандай қатысың бар? Біз екеуміз жай ғана ескі таныстар едік. Ал мен неге күдіктімін, мүлде түсінбедім. Мен оның жігіті болдым. Жадыра менің алғашқы махаббатым. Және екеуміздің сөйлеспей кеткенімізге біраз болды. Жақсы, түсінікті. Енді менде келесі сұрақ. Жадыра Марат қызы қайтыс болған күні сен қайда болдың? Мен әдеттегідей жұмыста болдым. Маған сенбесеңіз жұмысқа барып тексеріңіз. Ал кеше жексенбі ғой. Сонда сен қандай жұмыста жұмыс істейсің? Менің жұмысым мемлекетке мүлде тәуелді емес. Мен жеке бизнесім бар. Бір жағынан отдыхать это не мое. Ал мен неде болдым? Жұмысы жоқ адам қайда болады басқа? Мен ол күні достарыммен бірге клубта болған. А сен үйленгенсің ба? Жоқ, үйленбеген. Үйленгенмін, бірақ сонда да Жадырамен жүрдім. Болмай ма не маған? Өз өмірім өзім білем. Олай болса сен неке жүзігің қайда? Мен оны жоғалтып алғам. Үйленбеген, бойдақпын. Бірақ үйлену жоспарымда бар. Ал сіздің ойыңызша оның өліміне кім себепкер ол? Менің ойымша, оны өлтірген Дархан. Себебі оның жігіті болды, және олар көп ұрсатын. Ұрысқан күннің өзінде оны тіпті ұратын. Ал бір ұрған адам оны өлтіруден тайынбайды. Менің ойымда бір адам, ол жоламан. Өйткені біз әрқашан кездескенде маған жоламанды себеп қылып айта беретін. Ол жігіт маған да ұнамайтын, және оның арты таза емес. Ал сен айтып жатқан жоламанның менің білуімше шетелде тұрып жатқанына 2 айдан асты. Менің ойымша ол Дархан. Потому что я знаю, он на многое способен. Жақсы, түсінікті. Маған берген түсініктеменің бәрін қағаз жүзінде жазып бер. Айтпақшы, тоқташ, сен оңақайсың ба, солақайсың ба? Жоқ, негізі мен оңақаймын. Оңақаймын, көрінбей тұр ма не? Мен солақаймын. Жақсы, рахмет. Бар десеңіз болады. Жақсы, саған рахмет. Қызық, ол неге маған оңақайым дейді? Бірақ жасаған әрекеттерінің бәрі сол қолмен болды.